Мына бұрынғы заманнан келе жатқан мынау ұршық. Жүнді әуелі шүйкелеп алып, сосын иіріп, жаңағы мынадай етіп ұршықпенен. Сосын одан жаңағы бұрынғы заманда ата-бабаларымыз жаңағы мына астымызға төселіп жатқан мына алашаны, мына нәски киімді бәрін осы жүннен, осы құрал ұршықпенен иіріп жаңағы пайдаланған. Атыш, жаңағы. Сондықтан мені жүнді иіруді мен саған үйретіп жатырмын. Қарап отыр. Жайлап иіре береміз, иә? Көрдің бе? Иә. Маған қарай еңкейіп қарап отырсың. Өстіп иіріп аламыз. Содан кейін жаңағы оны бояймыз түрлі бояуларға. Сосын алаша тоқылады одан, нәски тоқылады, жаңағы үстімізге киетін бәзіңкілер тоқылған бұнда. Адамдардың бәрі осы құралды пайдаланған ұршықты. Бұл жаңағы шүйке жүнді иіретін құрал. Мынау нәски тоқитын, жаңағы жүн нәски тоқитын құрал. Бес ине деп айтады оны. Бес инемен. Былай етіп жетті, әуелі дізіп алады. Сосын былай етіп тоқиды. Bittirdi. Өзіне қарай ұршықты. Өстіп иіргенмен жүнді. Сосын оны бояған. Бүйтіп иіресің. Осылай. Мініп көрме? Ар қолыңда берғайсың жақында тұрды. Ар жақ қолыңда. Нәски тоқып атырмыз міне. Мына тоқылған нәскилер бәрі осы жіптен тоқылып шыққан. Осы мына қолымыздағы бес инемен тоқылған.